Сәлем достар, бүгінгі видеоны көріп отырған кезде сіздердің тап осы сәттегі жағдайыңыз қолайлы деп ойлаймын. Я біздің заманымыздағы адамның күнделікті жұмысы мен жейтін тамағы болса, онда оның өміріне ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Ал өмірі табиғатпен тығыз байланысты жануарларда барлығы керісінше. Олардың әр күні өмір үшін күрес болып келеді. Ғасырлар бойы өз тіршілігін жанталасып жалғастырып келе жатқан жануарлар кез келген уақытта өмірлерімен қоштасуы мүмкін. Біреуі жыртқыштың аузынан өліп жатса, басқалары қатаң өмірге шыдай алмай өмірден өтіп жатады. Алайда табиғаттың өзі жануарларды қапқан тәрізді жағдайға әкеп қысатын кездері де болады. Сіздермен бірге пазл арнасы. Бүгін біз қатал табиғаттың салдарынан зардап шеккен жануарларды көрсететін боламыз. Достар, көп уақытыңызды алмай-ақ қойын. Жай ғана кірдіңіз бе видеоға лайк басып, арнамызға әлі күнге дейін тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде қызыл подписаться батырмасына басып тіркеле кетіңіздер. Сонда біздің жаңа видеоларымызды ешқашан өткізіп алмайсыздар. Ал біз жалғастыра берейік. Менімше қоқиқаздар ең сұлу құстардың қатарына кіреді. Әсіресе қызғылт түстер күн батып бара жатқанда әсерлі де көркем атмосфераны тудырады. Бұл сұлу жаратылыстардың өмірі судың айналасында өтеді. Олар жемдерін сол жерде тауып, көбею уақыттары мен балапандау сияқты өте маңызды процестерін судың айналасында өткізеді. Қоқиқаз құстары тұзды сулардың жағалауында мекендейді. Сол жерлерде топтасып күндерін көреді. Олар тұзды суларды таңдағанда да әрине өз себептері бар. Дәл сондай жерлерде қоқиқаздар қоректенетін кіші шаяндар мен су жәндіктері мекен етеді. Дүниеге келгеннен бастап қоқиқаздардың балапандары суда жүзіп жүрген шаяндарды өз ірі тұқымдастары тәрізді іздестіріп суда айналшақтап жүреді. Бір қызығы, егер балапандар тұзды суда сирек қимылдамайтын болса, онда олардың аяқтары тұзды суда осылай қата бастайды екен. Ал ол өз жағынан жүруді қиындатып, басқа қоқиқаздардың артынан қалып қалуға әсер етеді. Ал бұл дегеніміз нағыз өлімге тең. Греция еліндегі Кастория өзенінде құстар осыған ұқсас жағдайға тап болды. Олар күн шықпастан балықтарды аулауға келгенінде таңғы аяздың салдарынан суда қатып қалған еді. Жағаға келген адамдар осы бір көрініске таң қалып, тез арада құстарды босатуға кірісті. Адамдар мекен етпейтін жағалауда осындай жағдай болатын болса, құстарды суға келген жыртқыштар жеп кетер еді. Бірақ осы жолы бұл құстар аман қалды. Ал бұл иттің осындай мұзды тозаққа қалай кіріп кеткені белгісіз. Айналада 10 шақты шақырым жерлерде тек қана мұзды су. Не жаға, не қандай да бір тіршіліктің көзі көрінбес. Ит болса өз жағдайын түсініп өлімін күтіп отырғанда, кемеде кетіп бара жатқан адамдар итті байқап қалады екен. Қуанышқа орай дәл осы күні, дәл осы сәтте адамдар тобы жұмыстарымен жүзіп бара жатып, итті құтқарып қалды. 2016 жылдың шілде айында Пенсильвания штатының Вестморланд қаласында су ағыны барысында орман жануарлары жаппай өмірлері үшін талпынған болатын. Сөйтіп бұғының баласы ағынға қарсылық көрсете алмай ағып бара жатқан. Бірақ дер кезінде пайда болған жігіт бір өмірдің тірі қалуына себепкер болды. Әрине кез келген адам осындай жағдайда көмекке келмес еді. Бірақ осындай адамдардың барына өзім шын жүректен қуаныштымын. 2013 жыл Ұлыбританияда ұлы қар жауған қыс ретінде тарихта қалған. Қардың жауған күші соншалық бүкіл ел бойынша көліктердің жүруі тоқтатылып, көптеген қала тірліктері уақытша шектетілді. Ал ең ауыр зардап тиген сала ол ауыл шаруашылығы болып шықты. Себебі қалың қардың астында мыңдаған үй жануарлары қалып қалған еді. Фермерлер мұзды қапқаннан қойларды бірнеше күн бойы іздестірді. Таң қалатын факт, бірақ әлгі қойлар қардың түбінде 3 күн бойы жатқан. Адамдар оларды иттердің көмектерімен тауып бір-бірден шығаруға кірісті. Алайда қаншама малдар қардың түбінде адасып өлгенін айтпасақ та түсінікті шығар. Кейбір ферма иелері тіпті соқыр іздестіру жолдарымен айналысып, кез келген жердегі қарларды қазып іздестірген. Бірақ соның өзінде табылған жануарлардың саны аз болмады. Жалпы үй жануарлары жиі осылай табиғаттың қауіпті жағдайларына тап болады. Мысалы, біз үшін аса қорқынышты болып көрінбейтін балшықтар кейбір ауыр салмақты жануарлар үшін өлімге тең екен. Солай Европадағы фермалардың бірінде иесі өзінің бір жылқысын санау барысында таба алмай, оны іздестіруге шығады. Ақыры оны балшыққа батып қалған байқап көмекке адамдарды шақырады. Бірақ 600 келілік жануарды бір топ адам болып балшықтан босату өте қиын жұмыс. Сондықтан көлік кранын іске қосуға тура келді. Себебі жылқы
жылқылар өз салмағын көтере алмайтын жануарлардың қатарына кіреді. Олар 6 сағаттан артық осындай қалыпта жататын болса, сүйектері сынып, өкпелері ісіне бастайды. Осы жолы мұндай азапты өлім жылқының қасынан өтті. Дер кезінде келген көмек тағы да өлімнен сақтап қалды. Осыған ұқсас жағдай, бірақ балшыққа жылқы емес бұқа түсіп қалды. Бұл жолда ауыр техника көмегінсіз болмады. Қараңызшы, бұқа желім тәрізді балшыққа батып қалыпты. Оның шыққысы келгені соншалық, ол құтқару процесі кезінде бір ретте жұлқынбапты. Осы тұста Африка жеріне түсірілген осы жағдай жайлы айтпай өтіп кете алмаймыз. Пілдің баласы ойнап жүріп шұңқырға түсіп кетеді. Тайғақ балшықтан тұратын бұл шұңқырдан шығу жануарға тұрсын, адамға да қиын болушы еді. Әрине қиын жағдайдағы баласына көмекке келген анасы жай тұрмай оған барынша көмектесуге тырысты. Алайда көмектесемін деп, ол жағдайды тек қиындата түсті. Солай пілдің паникалық дауыстарын естіген адамдар тез арада көмекке келді. Баста анасы адамдарды жолатпай бәрін қуған еді. Бірақ онсыз шошып тұрған пілді көлікпен шошыту арқасында құтқарушылар тобы өздеріне аз да болсын уақытты ұтып алды. Сол кішігірім уақыт ішінде пілдің баласы балшықты шұңқырдан бостандыққа шықты. Аз уақыттан соң анасы мен баласы бірге кездесіп, ары қарай серуендеуге кетті. Кім не деп айтса да осындай сәтті құтқарулар жанда жылу тудырады екен. Әрине табиғаттың осындай тұстарын біле бермейтін жануарлардың балалары өз дәрменсіздіктерінің арқасында осындай жағдайларға жиі ұшырайды. Бірақ қатаң табиғаттың тосын сыйларын жатқа біліп, азу тістерін осындай жағдайлармен ұштайтын жыртқыштардың өздері де қиын өмір кезеңдерімен кездесіп жатады. Мысалы, қолтырауынды алатын болсақ, ол супер жыртқыш болғанына қарамастан, дәл алдындағы жануарлар тәрізді балшыққа жабысып қалған екен. 2015 жылы Аустралияның Кейп-Йорк аралында тартылған өзеннің орнында балшыққа қатып қалған қолтырауын табылды. Ол осындай қалпында 3 айдан артық жатқан екен. Таң қалдыратын дерек, бірақ қолтырауындардың ағзасы солай жаратылған. Олар қажет кезінде өз ағзаларын ұйықтата, барлық дене қажеттіліктерін қатырып тастай алады. Бұл қолтырауында дәл солай істеген. Біреуге шабуыл жасаймын деп күтіп жатқанда қою балшыққа қатып қалған. Кейін не істерін білмей, қолтырауын ағзасын сөндіріп тастаған. Енді 3 ай өтіп болған соң, ол ары қарай еш нәрсе болмағандай жүре береді. Сіз таң қалатын шығарсыз, бірақ осы жаратылыс бірнеше жыл бойы осылай ұйықтауы мүмкін. Бірақ бір жануарларға тірі қалу бұйыртып тұрса, басқалары сол бітеліп немесе қысылып қалған күйлерінде өліп жатады. Мына бұғыны қараңыздар, ол екі тастың ортасында қысылып, жыртқыштар мен жәндіктердің тамағына айналды. Ал мына итке келетін болсақ, ол ағаштың ішіне кіріп, артынан шыға алмай қалып, осындай мумияға айналып кетті. Осы бір жалқау аңның баласы анасына бөлініп кетіп, екі тастың ортасында алдыңғы бұғы ұқсап қыстырылып қалды. Бірақ жағалауда жүрген адамдар оны байқап, құтқарып қалды. Әлгі адамдар тағы 1 сағатқа кешіп келетін болса, су ағыны жалқау аңға дейін жетіп, ол батып кететін еді. Алайда осы жолы оған өмір сүру бұйырыпты. Мінеке достар, бүгінгі видеомыз осындай болды. Егер ол сізге ұнаған болса, немесе сізде қандай да бір эмоция тудырған болса, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырып, әлі күнге дейін арнамызға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Бүгінге осы. Пазлға жазыл.